Саламатсыздар ма, Қызылорда халқым? Мен осы өзімнің ауруымнан жазылғаннан кейін паш етіп бүткіл халқыма жүрген жерімде айтқым келеді де жүреді. Өйткені денсаулығым жақсарғаннан кейін. Мен былтыр скрининг деген бар ғой бізде, жас келгендерге. Скрининг өткенімде мен оң жақ төсімде мынандай диаметрімен 2-3 миллиметр, 10-15 миллиметрдей екі түйін доброкачественный опухоль бар деді. Содан Қызылордаға селдей Алматыға барып зерттелгенде расталды. Сол жақ төсім киста, майда кисталар басып кеткен деді. Сонымен маған туралап келді деп, үйге келіп, жылағым да келеді. Үлкен келінмен үйдің бәрін тапсырып, балдарын бәрін тапсырып, маған туралап келді деді Құдай ақыр. Қазір Құдайға шүкір, менің спонсорым, әрі бауырым Сәулем, осы Marina Hills компаниясын білмеймін қай жерден зерттеп қаяқтан тапқан жапондық баттар, жүр, осыны көр, тыңда. Главный ол мен көңілімді алдап, бизнес жасаймыз. Бизнес деген, бұнда деген 6 түрлі доход бар, бал жинамайсың, бұнда деген жат сатпайсың, өтпейсің. Мен енді алдандырып жатыр, мен бар ойым аяқта онкология. Сосын тәуекел ол онкологияның дәрісін ішсең, біздің аптектің дәрісін ішсең, одно лечит, другое калечит. Мен өтім жоқ, бауырым дұрыс емес, асқазаным дұрыс емес. Мен онкологический дәрілерді ішкенмен бәрі бауырым кетеді екен. Сөйттімдағыны осы сіңілім сөзіне, енді бауырым ғой, маған жаманшылық ойламайды ғой деп, осы компанияға келдім. Витамарин А+ пен В+ алдым. Менің нем өте төмен тұғым, ұнжырған. Кәдімгі жата бергім келеді, вялость, усталость, діңкем жоқ, ештеңеге мойын бұрғым келмейді, сондай болып жүрмін. Сол уже бір аптада сіздерге өтірік маған шын еңсем көтерілді. Я уже чувствую, что мне хорошо, настроение хорошее, көңіл күйім жақсы, уже жата бергім келмейді. 4 сағат ұйықтасам да ұйқым қанып тұрады. Және дальше больше мен спирулина қостым, одан кейін иодин іштім, саумал іштім, сөйтіп, бірақ спирулинаны 5 ай бойы тоқтатқан жоқпын. Сөйтіп ішіп келіп, 1 октябрь күні не болса, о болсын көрейінші дедім. Мен онкологияға тіркелмегеннен кейін мен олар направление жібермейді сізді өзіге. Қыздармен бүйтіп уәделесіп, обедтің уақытында өтініш деп түстім, тиіндеп. Мен төсін түсірейін деп едім дедім. Түсірді екеуін қыздар, енді өтініш айтқасын. Екі төсіңіз де таза деді. Неге келдіңіз деді. Сосын алдында түскен результатында екеуі салыстырғанда олар шок болды. Менен бұрын. Не іштіңіз деді. Мен с гордостью Marina Hills компаниясын барын іштім деді. Это больше, чем лекарство. 5 айдың ішінде мен айттым. И сосын тағы да өтеді ғой, скрининг оңай маршрутқа өткенде, мені мына сол жақ бүйрегімде тас бар деген, сол тасың өссе енді жыл операцияға кетесіз деген. Соны барып, осы бүйрегімдегі тасты көрейінші деп қыздарға түсірді. Қыздар ешқандай тас көріп тұрған жоқ дейді. Дұрыстап түсір деймін ғой жаңағы. Былай да, апай, ешқандай да тас жоқ, шамалы ғана құм бар деді. Соған қарағанда бұл спирулина тасты да езеді екен. Өте тас бар да қорықпаңдар, операцияға асықпаңдар. Мені былайша үкімет дейміз ғой енді. 2 группа инвалидке мен наследственный көзбен зрениемен 2 группа инвалидке шығарған. Мен 2 группа инвалид былайша қарағанда. Енді былай қарасаң, куча болезнь, біз деген баланы туамыз, өзімізге қарамаймыз, бала қараймыз, үйге қараймыз, өзімізге қарамаймыз, действительно аналар. Біз бірақ сөйтіп аурулар жинай береміз бойымызға. Сонымен 2 группа инвалидіз көзбен шығарғанда мен тамшысыз жүре алмайтын тұғым. Шамалы не алсам, мен тамшыларым етіп тізіліп тұратын, кезек тамызатын, тамшыларым столдың үстінде тұратын. Сіздерге өтірік маған шын қайтадан, мен тамшыларым бәрін қайықта алған білмеймін. Аллаға мың қата шүкір. Арман Тосқарбаев балама алғысым шексіз. Жатсам да, тұрсам да өмір тілеймін. Осы баламыз Қазақстанға, қазақ елім емделсін, жақсарсын деп осы баламыз 2 жыл жүріп жапондықтардан осыны сұрап әкелмегенде